Шиелі ауданының тұрғындары айды аспанға шығарды. Бұл асыра сілтеу емес, бұл олардың жасаған ерлігінің сипаттайтын метафора. Яғни таза Қазақстан Республикалық акциясы аясында олар 4,5 гектар жерге бір күнде 5500 ағаш көшетін отырғызып, керемет іс атқарды. Бұл қарапайым көгалдандыру емес, халықтың бірлігі мен туған жерге деген сүйіспеншілігінің айқын көрінісі. Акцияның орны да бекер таңдалмаған. Киелі оқшата мазараты, ата-бабалардың рухы жатқан қасиетті мекен. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген даналық сөз шиеліктерді кең көлемдегі көгалдандыруға шабыттандырды. 3,5 мың қарағаш пен 2 мың қызыл тал көшеті осы киелі жерде өз орнын тапты. Аталған науқанға аудан әкімі Айтбай Жандарбеков, ауданның зиялы қауым өкілдері, облыстық және аудандық мәслихат депутаттары, ауылдық округ тұрғындары қатысып тал екті. 700-ден астам шиелілік бұл маңызды акцияға атсалысты. Бастаманы ең үлкендер де қолдады. Ауданның 90 жастағы тұрғыны батасын беріп, өзі де бір көшет отырғызып, жастарға үлгі боларлық іс жасады. Бүгін мынау сенбі күні Шиелі ауданының барлық азаматтары, ардагерлері барлығы мынау сенбілік жасап ағаш егіп отырмыз. Мынау қасиетті оқшатаның қасында бұл енді жеті әулие жатқан жер ғой. Соған келіп барлық халық 3000-нан аса көшеде келіп, соны егіп отырмыз. Ертең саялы ағаш болады. Мына келешек балаларға, жастарға үлгі болады. Жұмыстар жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Жасыл желекті күтіп баптау үшін мамандар тартылып, суару жүйесі жүргізілді. Арнайы 2 шақырым жерден жап қазылып, аяқ су тартылды. Бұндай шаралар біздің ауданда әрдайым көктемде және күзде жүргізіліп отырады. Біз аудан көлемінде осы орман шаруашылығы арнайы тұқымбақ өсіріп жатқаннан кейін осы ағаш көшеттермен қамтамасыз етіп отырамыз. Біздің орман мекемесі, Шиелі орман жануарлар дүниесін қорғау жөнінде мемлекеттік мекемесі жалпы көлемі 1,79,178 гектар құрайды. Соның ішінде орманды алқабы 686 мың гектар. Мекемеде 90-ға жуық адам штаттық қызметкерлер жұмыс атқарады. Мекемеде уақытша 17 гектар тұқымбақ учаскесі орналасқан. Ода 12 түрлі ағаш көшеттерін өсіреміз. Осы жергілікті жерге бейімделінген, жергілікті жерге шығатын ағаштарды біз өсіріп, баптап, осы елді мекендерге тарату жұмыстарын жүргіземіз. Мына бүгінгі шара өзіміздің тарапымызға өте ұнамды болып жатыр. Өйткені Шиелінің азаматтары 700 адам осы жерде жұмыс атқарып отыр ғой. Құдай қаласа, соңғы 10 жылдықта біздің Шиелі аудан бойынша осы ағашты көгалдандыру мақсатында Швейцарияға айналады деп ойымыз бар. Сонымен қатар, мына осы қазіргі 700 адам 4 гектардың аумағында қазір көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ары қарай осы жер көгеріп, көгалдандырылса, елімізге, жерімізге өте қолай нәрсе болады. Жақын маңдағы Балаби ауылының 300-ден астам тұрғыны, қарттары мен жастары белсенді қатысып, жасыл желектің көбеюіне үлес қосты. Олардың арасынан көп балалы ана Жана Зәкірова ерекше көзге түсіп, өз әріптестермен бірге 50-ге жуық көшет отырғызды. Біз Шиелі ауданы Балаби ауылы тұрғындары, ауызбіршілігі мол, қазыналы қарттарымыз бар, жігерлі жастарымыз бар халықпыз. Соның айғағы ретінде бүгінгі оқшата маңындағы сенбілікке 300-ден аса ауыл жастарымыз бар, қарттарымыз бар келіп, көгалдандыру акциясына қатысып отырмыз. Барлық елді мекендердегі жастарымызды осы көгалдандыру акциясына шақырамын. Көгалдандыру акциясына қатысып жатқанымызға қуанып отырмыз. Жастарымызға үлгі болсын деп, ағаш ек, гүл ек, туған жерді түлет деген өте қуаныштымыз. Жастарымызға үлгі болсын. Барлықтарыңызды осы акцияға қатысуға шақырамын. Оқшата мазараты жаңдағы аумақ мұқият дайындалды, қоршалып, арықтар қазылды. Сейітжан шаруа қожалығы өз қаржысынан дайындық жұмыстарын қаржыландырып, акцияның жоғары деңгейде өтуіне үлес қосты. Мемлекеттің бизнес пен жергілікті тұрғындардың ынтымақтастығының арқасында экологияны қорғау ісінде үлкен нәтижеге қол жеткізуге болатынын көрсетті. Бұл үлкен енді бір аудандық сенбілік болып басталды. Соған енді бұл ауыл болып, ел болып қолғабыс тигізді. Сонымен қатар бізде жаңағы техникалық көмек бердік. Шаруа қожалықтың есебіне. Жерін тазалау, айдауы бар, басқа да жұмыстары жақсы көмектестік. Біз енді ол шаруа қожалықты өте ертеде бастадық. 92-нің аяғынан бар басталды. Сол азғантай егіншіліктен
сол бірте енді Құдайға шүкір қазір жағдай жаман емес. Ол кезде техника болмаған. Техникамен жарақтануға да шамамыз келді қазір. Бүкіл былайша айтқанда үкіметтің, мемлекеттің беріп отқан жаңағы шаруаға деген көмегінің бәрін алып отырмыз. Техникадан болсын, субсидия болсын, басқа да көмектерінің бәрін алып отырмыз. Майдан болсын, барлығынан. Соның арқасында мынандай енді елге көмегіміз тиіп жатыр. Сол үкіметтің берген көмегін толық игергеніміздің арқасында. Кім айналысады сол шаруашылықпен? Қазір жаңа балам айналысады, Шағдар. 5500 ағаш бұл тек сан емес, болашаққа деген сенім ұрпақта жалғастығының белгісі. Табиғат күшіне және халық бірлігіне деген сенімнің нышаны. Ал уақыт өте келе өсіп өнген жасыл желек шиеліктердің ерлігін ұзақ жылдар бойы еске сала беретініне сенім мол. Ол Жаз Дәуіт, Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Шиелі ауданынан.